Бүгін енді жалпы действие, әрекет жайында сөйлесетін боламыз. Бұл өте маңызды тақырып. Неге? Себебі біздің өміріміз жалпы, біздің өмір салтымыз, жалпы өмірдің өзі әрекетке бейімделген да. Яғни әлемге қараңыздаршы, күнделікті әлемнің өзі әрекетте, күнделікті әлем қозғалыста, иә. Күнге қараңыздар, жерге қараңыздар, бұлттарға қараңыздар. Кез келген табиғаттың жаратылыстағы заңдылықтарға қараңызшы, ол постоянно әрекетте. Күн шығады, күн ешқашанда тоқтамайды, жер ешқашанда айналуды тоқтамайды. Жел болады, жаңбыр болады, мезгілдерін ауысып отырады. Яғни қаншама ғасыр өмір сүріп жатырмыз, соншама планета қалай Алла тағала жаратты, 2 күнде, 6 күнде да, қалай жаратты. Сол кезде содан бастап ол қозғалыста, әрекетте, постоянно әрекетте, өзінің белгілі бір заңдылықтарымен болып жатыр. Енді дәл сол сияқты бұл жерде мынандай ғалымдар мынандай тұжырым жасап қойған. Егер адам жалпы кез келген әрекет дейді, кез келген әрекет, әрекет ол тіршіліктің, өмірдің көрсеткіші дейді. Әрекет болса өмір бар, әрекет жоқ болса өмір жоқ деген сөз. Значит, адам егерде қозғалатын болса, әрекет ететін болса, ол жерде энергия бар. Энергия бар. Любой әрекет, жақсы болсын, жаман болса әрекет, бұл энергия бар деген сөз. Ал кез келген әрекетсіздік бұл керісінше өліммен тең болады. Адам тоқтап қалады, дамымай қалады. Осы жерде ғалымдар енді әртүрлі осы энергияға байланысты әртүрлі көзқарастар бар. Соның ішінен ең маған күшті ұнайтын көзқарас, бұл кісілер айтады, кез келген энергия екіге бөлінеді деп айтады. Біреу позитивный, біреу негативный болып бөлінеді. Позитивный энергия бұл энергия жизни, яғни әрекет ету энергиясы, ол керемет сондай. Адам шабыттанады, өмір сүреді, гүлденеді. Яғни ол жерде, мысалы, біздің өмірімізге алатын болсақ, энергиясы бар адамдарда қарым-қатынастары жақсы болады, көңіл күйлері жақсы болады, табыстары жақсы болады. Ал энергия жоқ жерде, негативный энергия бар жерде, ол энергия смерти деп айтады, ол бәрін құртады керісінше. Бәрін құртатын болады. Енді бүгін біз мынандай тақырыпты қозғап жатырмыз, яғни әрекет ету тақырыбын қозғап жатырмыз. Бұл тақырып жалпы көп нәрсені қамтиды. Мен бұл тақырыпты 3 тараптан қарастырдым. Біреуі психология тарапынан, екіншісі ислам, және үшіншісі нәпсі жағынан. Мынандай сұрақтың жауабын іздестірдім. Яғни, не себептен адам әрекет етпейді? Әрекет етуге адамға не кедергі? Және сол кедергілерден қалай құтыла алады? Жалпы, кез келген табыс, кез келген қарым-қатынас, кез келген денсаулық немесе адамның ішкі тыныштығы бұл әрекетпен болады. Әрекетсіз ештеңе болмайды. Бірақ не кедергі адамға әрекет ету? Қандай стоптары бар? Соны бүгін сабақта ашатын боламыз. Мен дауысым барлығы түсінікті естіліп тұр ма? Естімей қалсаңыздар, вдруг менің даусым шықпай қалса, онда чатқа жазып отырыңыздар. Мен біріп отырайын. Так, енді мына жерде дін тұрғысынан әрекетсіздік себептері. Шатастық біз. Дін тұрғысынан әрекетсіздік себептері. Давайте. Бірінші дінді қарастырайық. Яғни біріншісі бұл дін жағынан келетін болсақ, бұл жерде ең бірінші бұл тағдырға толық тәуелділік. Яғни кейбір діни ілімдерде тағдырдың алдын ала жазылған туралы түсінік бар. Көп біз білеміз. Лаухул махфуз дегеннен бар. Яғни Алла тағала айтады, біздің тағдырымыз жазылып қойған дейді. Енді осыны бұл сенімді кейбір адамдар әрекетсіздікке әкелуі мүмкін. Егер бәрі, кейбір адамдар айтады, егер бәрі Алланың қалауымен болса, онда мен не үшін күш салуым керек? Мен әрекет етудің маңыздысы бар ма? Не үшін әрекет етуім керек, егер Алла тағала бәрін жасап қоятын болса деп, ешқандай әрекетсіздік халіне түсіп қалады. Осы жерде бұл адамдар тағдырдың дұрыс түсінбеуінен болады. Ол тағдыр деген нәрсені дұрыс түсінбегеннен болады. Екіншісі, қателік жасаудан қорқу. Кейбір діндар адамдар күнә жасаудан немесе қате жасаудан, қате жолға түсуден қатты қорқады, шешім қабылдаудан тартынады. Олар
бұл бүкіл бұл әрекетім дұрыс па дұрыс емес па деп ұзақ ойланып, нәтижесінде ешқандай әрекет жасамай қалады. Нәтижесінде әрекетсіздікке шалдап қалу қаупі бар да. Үшінші діни тұрғыдан адамға кедергі ететін нәрсе бұл тәуекелге бармау. Енді сабыр мен тәуекелді шатастыру. Дін сабырлы болуды шақырады. Дін, ислам діні бізді сабырлы болу шақырады. Бірақ кейде адамдар оны әділетсіздікпен шатастырады. Конкретно шатастырады. Мен күтуім керек, Алла өзі реттейді деген оймен шешім қабылдамай, іс әрекетті кейінге қалдыруы мүмкін. Мен күтуім керек, Алла өзі реттейді, жаңағы тәуекелмен сабырды шатастырады. Сабырды не деп ойлайды адамдар? Дым істемеу деп отыру деп ойлайды да. Жоқ, сабыр деген Алланың шешіміне шағымданбау деген сөз. Алланың шешіміне неблагодарный болмау деген сөз. Тәуекел деген тұрақты түрде әрекет жасау деген сөз. Екеуі мүлдем жаңағы әрекетсіздікке келіп тұрған түсінік емес. Сабыр деген әрекетсіздікке вообще келмейді. Керісінше, сабыр сақтаған адам әрекет етеді да, сабыр сақтай алмайған адам әрекет ете алмай қалады. Одан кейін, төртіншісі бұл материалдық дүниеден алшақтау. Яғни кейбір адамдар айтады, діндар алар айтады, ой, дүние деген немене дейді? Дүние деген қолдың кірі деген сияқты әртүрлі нәрселер айтады. Кейбір діндерде дүние қоңыздықтан қашу, яғни дүние құмарлықтан қашу, қарапайым өмір сүруге мадақталады. Қарапайым адам, кедей адам, бейшара адам болып өмір сүру, как будто дінде сол нәрсені насихаттайтын сияқты қабылдайды кейбір адамдар. Бұл сенім кейде адамның мансап, бизнес, байлыққа ұмтылуына кедергі келтіруі мүмкін. Яғни үлкен ақша табуға конкретно үлкен кедергі жасауы мүмкін. Егер адам осындай бұл дүние ғой, бұл не істеймін оны, бұл бәрібір пайдасы жоқ деген көзқараспен қарайтын болса, онда точно бұл адам ақша қанша әрекет етсе де, жүрегінде осындай көзқарас бар болса, ақша одан кетіп отырады. Ішкі сенімі сол ақшаны өткізбейді. Да? Түсіндіре алдым ба? А бұл қате ғой. Неге қате? Өйткені дүние, ақша, бұл Алланың рахымы мен мейірімділігі да. Бұл Алланың жаратылыстары. Ол ешқашанда жаман болу мүмкін емес. Өздігімен материальный заттар жаман болу мүмкін емес. Мәселе тек қана мен оны қалай пайдаланамын. Тек қана сол жерде. Оған қандай көзқараста боламын, тек қана сол жерде ғана. Екі нәрсе. Көзқарасым қандай және қалай пайдаланамын. Ақшаның көп болу, аз болуы исламда ешқашан запрещать еткен жоқ. Керісінше, біздің ғалымдарымыз, сахабалар, ғалымдар көбі бай болғанда, негізі бай қуатты болған көбі негізінде. Бірақ бізге почему-то осындай басқаша бір түсініктермен келген. Енді одан кейін діни тұрғыдан әрекетсіздіктің себептері адам өзінді төмен санау. Өзінді төмен санау. Дін қарапайымдық пен кішіпейілдікті дәріптейді. Бірақ кейбір адамдар мұны өзін толық төмендету, үлкен жетістіктерге лайық еместігін сезіну ретінде түсінеді. Яғни кейбір адамдар ойлайды, не деп ойлайды? Мен төменмін, бейшарамын, ештеңеге лайықты емеспін деп өзінді құнсыздандыра бастайды. Өзінді төмендете бастайды. Дүниеден, ақшадан, материальный заттардан төмендетіп, төмен жаққа кіргізгісі келіп тұрады. Сол себептен мен кіммін? Мен бұл үлкен істерге лайықты емеспін деген қате түсініктермен қате ойларды қалыптастырады, өкінішке орай. Бірақ керісінше Раббымыз Алла Тағала бізді дүниеден де бүкіл материальныйдан да құнды еткен да. Біз ғой бұл дүниеге жаратылудың себебі біз ғой. Адам ол кез келген материалдан құнды, кез келген заттан құнды, кез келген ақшадан құнды да. Бірақ бұл адам керісінше дұрыс түсінбеген соң дүние түсініктерді өзінде төмендетіп отырады. Одан кейін келесі әрекетсіздікке себептер бұл қоғам пікірінен қорқу. Яғни дін ұстанатын ортада адамдар көп жағдайда қоғам пікірінен тәуелді болып қалады. Егер олардың әрекеті басқаларға түсініксіз немесе дәстүрге қайшы болса, олар сынға ұшыраудан қорқып, басқалардың өзінің бастамаларына тоқталуы мүмкін дейді. Яғни бұл жерде адамдар ойлайды, яғни қасындағы ортадан, қалыпты ортадан, мысалы
дінді ұстанатын орталардан өзінді былай айтқанда өзгеше қылдырып көрсету, өзгеше бір кәсіпті бастауға қатты қорқып отырады. Неге? Олардың ойларынан, ерекшеленуден қорқады, олардың пікірінен қорқып отырып, өзіне финанстық блок жасап алады. Мен туралы не дейді? Мен туралы не деп айтады? Мәнен бастап кетсем, бәрі айтам, не деп айтады? Болмай қалсашы, жұрт не деп айтады? Ана не деп айтады деп өзінде шектеп отырады. Өкінішке орай. Одан кейін, жақсылар, ол ғажайыпқа сену, жеңілдікті күту. Кейбір адамдар, егер Алла қаласа, өзі береді, өзі жасайды деп сенеді. Және өздері әрекетті тоқтатып тастайды. Яғни кейбір адамдар ғажайыпқа сеніп тұрады, жеңілдікті күтеді. Егер Алла қаласа, өздігімен бола салады ғой, мен ешқандай әрекет етпесем де өзі-ақ бола салады ғой деп ойлайды. Бірақ қарасаңыздар, исламда ешқашанда ислам дінінде әрекетсіздікке шақырмаған да. Алла тағаланың қалауымен болады әрбір нәрсе. Бірақ бұл әлемде себеппен жаратқан ғой адамдар, Алла тағала. Себебін жаратпаса, адам себебін істемесе, ештеңке болмайды. Соны жақсы түсіну керек та. Себебін жасау керек. Бұл әлем себеп салдар. Жәннаттық әлем себепке мұқтаж емес ол. Бірақ бұл әлем себепке мұқтаж. Сол себептен Алла қаласа өзі береді, мен өзі жасайды, менің үлесімсіз деп ойлаған бұл үлкен бір қателік және үлкен бір адасушылық болып саналады. Енді достар, келесі тақырыпты ашайын. Енді бұл жерде адамдар дін әрекетке, еңбекке шақырады. Соны жақсы түсінуіміз керек. Бірақ бұрмаланған түсініктер әрекетсіздікке апарады. Яғни адам егерде дінді дұрыс түсінбесе, өзінің нәпсілік көзқараспен қарайтын болса, тағдырдың жазғаны ғой деп отырып әрекет етпей қалады, сосын жалбыз етіп жүреді. Именно сондай адамдар. Енді ақша жоқ қой, енді көп тұрсын ғой, Алланың жазғаны, енді мен не істей аламын, енді осындай болып жатса деп, осындай бейшаралық халде жүреді. Өздері әрекет етпейді. Өзінің өміріне қарасан, әрекетіне амана қаратсан, уақытында босқа өткізіп жүреді. Пайдасы нәрселерге, бос сүруге, киноларды қарауға, өсек айтуға, тырқылдап күліп отыруға өтеді уақыттары. Бірақ әрекет етуге почему-то айтады. Әрекет ету керек кезінде айтады. Енді Алланың жазғаны ғой деп айтады. Бірақ амалдарына қарасақ, мүлдем басқаша да, мүлдем басқаша. Өкінішке орай, осындай шынайы фактор біздің ортамызда бар. Енді келесі мәселе бұл психология тұрғысынан әрекетсіздіктің себептері қандай? Біріншісі бұл қорқыныш пен күмән. Яғни адам егер сәтсіздіктен, өзгелердің пікірінен қорқу адамды тоқтатады. Сәтсіздіктен қорқу, өзгелердің пікірінен қорқу адамды тоқтатып тастайды. Сол себептен психологияда, бизнес психологияда мынандай бір жақсы бір ұстаным бар. Енді бұйырса бұл тақырыптарды арнайы клубтарда да айтамыз, арнайы сабақтарда айтамыз, жабық сабақтарда. Бірақ соның ішінде бір нәрсемен бөлісін келіп тұр. Айтады, сен әрекет етіп жатқан кезде заранее мен бұл әрекеттің біреуін жасап жатқан сәтсіздік болып жасаймын, сәтсіздікке ұшырап жасаймын деп ниеттенесің алдын ала. То есть ниеттенесің дегенде дайындаласың да сәтсіздікке. Сәтсіздік болып қалған кезде не болады? Яғни алдын ала рисктарды дайындап қоясың. Ниеттенесің жақсы нәрсеге, сәтсіздіктерге дайындаласың, сөйтіп әрекетке көшіп кетесің. Ал өзгелердің пікіріне сал бол деп айтасың. Өйткені сен бай болған келе ма? Немесе екінші вариант, өзгелердің қалағаннан өзгелер сені жақсы ойласын деп жақсы пікірде болған қалайсың ба? Бай болған қалайсың ба? Немесе басқа адамдар сен туралы жақсы ойлаған қалайсың ба? Екі таңдау бар да. Сол себептен адам жақсы нәрсе ниеттенеді, бірақ қорқынышқа жеңу үшін бір техниканы айтып жатырмын сіздерге. Бұл алдын ала мен бір жұмысым, бір проектім сәтсіз болады екенін алдын ала түсіну да. Бұл болады ол сондай. Даже мысалы инвестиция деген тақырып бар, трейдинг деген тақырыптар. Сол тақырыптарға мен психологиясын зерттеген болатын. Ол жерде айтады, 50% менің сделкам сәтсіз болатынына сеніп отыру керексің дейді. 50% сделкаң сені сәтсіз болады, 50% сәтті болады. Алдын ала сондай психологиямен бастаған өзіне жақсырақ болады. Сол кезде сәтсіз болған проекттер саған
состояниең әсер етпейді. Сен өйткені алдын ала дайын болдың. Екіншісі бұл перфекционизм. Яғни адам бәрін мінсіз жасауым керек деген ой әрекетті бастауға тосқауыл болады. Мен бәрін мінсіз жасауым керек, бәрі идеальны болу керек. Біреудің ойы, пікірі салыстырып, анау өзі енді бастап жатқан кәсіпкерлер миллион гектармен, миллиардерлармен салыстырып, мен солай сияқты жасауым керек, мен сондай сияқты жүруім керек деп өздерін жаман состояние кіргізіп тастайды. Нәтижесінде басталмай тұрады. Просто сол перфекционизм үшін ақшасынан айырып қалып отырады да. Енді сұрақ оларға: перфекционизм идеальны болған жақсы ма, или ақша тапқан жақсы ма? Қайсы вариант сізге жақсырақ та? Таңдауыңыз қандай? Үшінші психологиялық тұрғысынан әрекетсіздік себептер бұл жеткіліксіз мотивация. Яғни, егер адам іс әрекеттің нақты мағынасы болмаса, немесе өзіне пайда келетініне сенбесе, онда жалқаулық басым болады, еріншектікке тап болады. Мотивацияның болмауы. Яғни, өзінің істеп жатқан ісінде мәнін түсінбесе, не үшін жасап жатқанын, шынайы ниеті болмаса, онда мотивацияны жоғалтып алады. Сынып қалады. Бірінші сәтсіздіктерден сынып қалып отыратын болады, өкінішке орай. Төртіншісі, өзіне деген сенімсіздік. Мен лайықты емеспін деген ішкі диалог. Адам өз-өзіне айтады: мен лайықты емеспін, мен мұны істей алмаймын деген ішкі диалогпен өз-өзіне тоқтатып тастайды. Өз-өзіне сондай бір саботажды жасап отырып, сондай бір интрига жасап отырады жан дүниесінде. Өз бетімен өз басында. Ешкім айтқан жоқ оған: сен қолынан келмейді деп, ол даже істеп те көрген жоқ әлі. Сен лайықтысың, лайықсыз емессің деп ешкімді айтпаған оған. Бірақ ол өз-өзіне солай тұрады да, шешім қабылдайды. Мен заранее кәсіпті бастамай тұрып, мен не істеймін, өзімді лайықсыз болып сезініп тұрамын. Не дейді? Қандай сұрақ қойып жатсыздар? Жоқ, бұл тренингтарға үйрететін сабақ емес. Мен жалпы айтып жатырмын. Мен тренинг психологиясын бір зерттегенмін. Зерттеген кезде осындай техникалар бар олардың, өйткені ол жақта бір күнде миллиард деген ақшамен жұмыс жасайды. Сол себептен ол жердегі негізгі кәсіп көздері психологически устойчивость болу керек та. И ол жерде психология қатты кірген, прям психология вовлекация етілген. Көп сұраныс бар да. Сол себептен ол жерде мықты кейстар, мықты техникалар бар да. Осы кәсіпке қатысты, ақша табуға, бай болуға қатысты, әрекет етуге қатысты. Сол себептен айтып жатырмын. Бұл трейдингқа қатысы жоқ, мен бұны сіздерге қарапайым адамдарға айтып жатырмын. Ары қарай, психологиялық тұрғыдан 5-ші себеп. Ол неден болады? Өзіңді лайықты сезіну. Бұл адамның иллюзиясынан болады. Иллюзия, что он не лайықсыз деген. Негізінде реаль өмірге қараңыздаршы, реальностьқа. Дәл қазір реальностьқа қараңыздаршы, дәл қазір сәтте. Кім айтты сен лайықсызсың деп? Кім айтты сен лайықсызсың деп? Сенен басқа. Сен өзіңді сол нәрсеге лайықты көрмегенін, сен ғана соны лайықты көрмей тұрсың. Кім айтты? Ойланып көрші өзің басымен. Просто ойланып көріңіздерші осы жерде отырып. Реальностьқа иллюзияларыңызды қойыңыздаршы, болашақтағы, өткен шақта шығыңыздаршы содан пока. Қазір шаққа қайтып көріңіздер, қолыңызды ұстаңыздар. Міне қолыңыз — это реальность. Телефон — это реальность. Мен сөйлеп жатырмын — реальность. Дәл қазіргі сәтте 21:25-те Қазақстан уақытымен мен Астана қаласында отырып алып сіздерге осы нәрсені айтып жатырмын. Реальность. Бұл реальность. Дәл қазір болып жатыр. Теперь болашақ бәрін алып тастаңыздар. Енді дәл қазір осы лайықсызбын деген ойды қайдан шығып жатыр сіздің басыңыздан? И сол лайықсызға сеніп тұрған кім? Сіз сеніп тұрсыз. Енді вопрос: мен бұл лайықсызбын деген басымдағы ой қайдан келді? Бұны біз иррациональный автоматический мысли деп айтамыз. Яғни адамға пайдасы жоқ, адамды шектейтін, бақытсыз ететін шешімдер, ойлар. Бұл ойлар көбінесе өткен шақтан келеді. Міндетті түрде өткен шақтан. Психотравма немесе психожарақат деп айтамыз оны. Немесе микротравмалар деп айтамыз. Микротравма болуы мүмкін. Просто адам бір уақытта өзіне лайықсыз шешім қабылдады. И сол себептен бұл сіздің басында қазір мазалап тұр. Енді бұны просто
түп сана деңгейінде өзгертетін болсаңыздар, онда түп сана сізге айтады, қандай сәтсіздік болса да, ол айтады, сен лайықтысың деп айтады. Наоборот, басқашаны айтады. Ол үшін біз түп санадағы программаны өзгертуіміз керек. Мен ішкі диалог құруым керек. Жақсы, техника жайында мен сіздерге кішкене кеңірек айтармын. Енді қараңыздар, осы тақырыпты түсініп алайық бірінші. Жалпы психология, ислам және нәпс осы әрекетке қандай кері әсерін береді, соны түсініп алайық жақсап тұрып. Ішкі конфликттер. Егер адам бір нәрсені қалап, бірақ екінші жағынан қорқыныш немесе ескі бағдарламалар оны кері тартып тұрады. Яғни бір нәрсені қалап тұрады, бірақ одан қорқып тұрады да, сол қалап тұрған нәрсесіне. Қорқыныш бар да, бірақ қатты қалап тұр, бірақ қатты қорқып тұр. Оған қоса сол нәрсеге оның миындағы негативный программалар кері әсерін етеді. Сөйтіп ол жүреді, мен ана бастасам екен, бірдеңке істеу керек еді, ананы істеу керек еді, мына бүйтіп кетсем екен, ана кәсіп бастасам екен, жоқ ол болмайды, мынаны бастасам екен, мен жоқ мынандай болмайды, мен мынаны бастаймын, жоқ, или отырып алады түнде бүкіл бизнестарын бәрін жасап тастайды, түні бойы отырып алып, таңертең тұрады да, телефон жұқпап жатады, дым болмағандай. Дым істемейді қайтадан, әрекетсіз болып жатады. Уақытында босқа өткізіп, өз өмірінде босқа өткізіп жатады. Бірақ 100 жылдан кейін ол болмайды уже. 100 жылдан кейін сені қорықтың ба, қорықпадың ба, уже ешкімге не важно болады. Сен позорға түстің ба, түспедің ба, никому не важно болады да. Важно, сен қандай амал жасадың, қалай өмір сүрдің, бақытты болдың, бақытты болмадың ба, и тек қана бұл саған ғана важно болады. Басқа ешкімге важно болмайды. Алтыншысы, шамадан тыс ойлау. Яғни, қай жол дұрыс, оверсинкинг деген нәрсе бар. Қай жол дұрыс, қайсы тиімдірек, не істесем екен, қашан бастасам, ешқандай нақты, яғни бұл адам көп ойланады да, көп ойланады. Бірақ шешім қабылдамай жүреді. Қиналып жүреді. Жылдар өтеді да, жылдар өтеді. 1 жыл өтіп кетеді, 2 жыл өтіп кетеді, бірақ шешім қабылдамай жүреді. Артына қарайды, блин, 30-дан асып кеттім ау, 40-қа таяп қалдым ау, өмірім кетіп барады ау, әлі бастамадым ау деп. Енді не істеймін енді? Терең дем алады да, бір ішінде өкпемен бір күрсініп алады да, енді тағдырдың жазғаны ғой, енді не істеймін енді деп. Әрекетсіздікке жатады. Жауап ішінде. Келесі, жауапкершіліктен қашу. Енді бұл өте жақсы, өте распространенный нәрсе. Кейбір адамдар шешім қабылдаудан қорқады. Себебі кез келген әрекет үшін жауапкершілік алу қажет болады. Жауапкершілік алу қажет болады, и жауапкершіліктен қатты қорқады. Неге қатты қорқады? Көп жағдайда мен мысалы пациенттермен, адамдармен жеке терапияда, разборларда жұмыс жасаймын ғой. Көп жағдайда өткен шақта бұл жауапкершілік алып көрген. Бірақ сол жауапкершілік алып көрген үшін бұл таяқ жеген да, жасап тұр. Өмірден таяқ жеген, ата-анадан таяқ жеген, әйелінен, күйеуінен. И сосын қорқады жауапкершілік па? Жоқ, жауапкершілік, это разные вещи. И ответственность это разные вещи деп айтады. И қорқады шешім қабылдауға. Бірақ үлкен ақшамен байлық, бақытты өмір сүру бұл дәл жауапкершілікте ғана болады. Жауапкершіліксіз өмірден адам ешқашан да бақытты болмайды. 8-ші, бұл жайлық аймағында қалу, яғни комфорттың ішінде қалып қалу. Бұл әдет, мысалы, привычканың ішінде қалып қалу да. Ми үнемі таныс, қауіпсіз нәрсені қалайды. Біздің миымыз таныс нәрселерді ғана қалайды, қауіпсіз нәрселерді ғана қалады. Кез келген белгісіздікке ол қадам жасау оған қиын да, жасағысы келмейді. Зона комфортада өмір сүргісі келеді біздің миымыз. И бүкіл нәрсе понятно, логически болу керек та оған. Ол әрекет ету үшін бәрі логически болу керек. Сол себепті мида стоптар өте көп. Ал Аллаға сенген адам, жүрегі инстинкттарына, жан дүниесіне сенген адам, бұл мидағы шектеулерге мән бермейді. Білет ол ми айтады оған шектейді. Бірақ ол сенім, ішіндегі сенім оны итермелейді. Ішіндегі үміт оны әрекет жасауға итермелейді, жақсылар. Енді бұл кедергілерді құтылу үшін адам енді қазір оны сонда айтамын. Енді келесі кедергі ететін нәрсе бұл нәпсі деп айттық. 3-ші фактор адамнан әрекет етуіне кедергі нәрсе бұл нәпсі деп айттық. Енді нәпсі деген не нәрсе? Давайте нәпсі деген тақырыпта біз ашайық, жақсылар.
Құрметті жастар, мен даусым барлығы жақсы естіліп тұр ма? Так, не деді мына жерде, сұрақтарыңызға бір жауап беріп көрейінші сіздердің. Сенімсіздік тәрбиеден келмей ме дейді. Ата анадан, демеу болмасақ бала кезден дейді. Солай қабылдап қалатын шығармыз дейді. Бұл ең күшті, комфортный нәрсе ғой, өйстіп ойлаушы, шын айтайын. Пока сіз өйтіп ойлайсыз, пока сіз ойлайсыз, что ата ана мені поддерживать ету керек деп ойлайсыз, сіз ешқашан өспейсіз да, соны жақсылап түсіну керек. Ата ана бізді поддерживать етті ма? Етті. Денсаулығыңыз бар ма? Бар. Тамақ жедіңіз ба? Білім оқыдыңыз ба мектепте? Иә. Білім бердің ма? Иә. Например. Денсаулығыңыз бар ма? Бар. Есіңіз дұрыс па? Дұрыс. Басыңыз ойлап тұр, көзіңіз көріп тұр, есті сезіп тұрсыз, қолыңыз аяғыңыз жүріп тұр ма? Жүріп тұр. Бұл ата-ананың заслугасы. Осы нәрсе ата-ананың күнделікті жасаған еңбектің нәтижесі да, сіз осы күнге дейін жеткенін. Одан басқа қандай демеу керек? Қандай демеу керек одан? Олардан демеу, ал басқа демеу күту, бұл вообще өспейсіз да, соны жақсы түсіну керек. Осындай позицияда ата-ана маған поддерживать етсе, мен өсер едім деген нәрсе, бұл нәпсінің әңгімелері, өтірік әңгімелер. Сіз өзіңізді алдап жатсыз да. Ата-ана сізге поддерживать етсе де, сіз өспейтін едіңіз да бәрібір. Өйткені ондай практикада бар. Ата-анасы келіп алдына бәрін жасап жатыр, баласы наркоман болып кеткен. Баласы біреуді барып зорлап кеткен. Барып түрмеге отырып алдап кеткен, мошенник болып кеткен, адасып кеткен. Бар ғой ондай опыттар. Ата-анасы бәрін істеді, поддержка жасады. Ол барды да жолында жасады. Сіз айтасыз, ата-ана поддержка етсе, мен бүйтедім. Жоқ, оның бәрі өтірік. Ана адамды өтірік айтады, мына адамды өтірік айтады. Соны жақсылап түсініңіздер. Қазір мен сіздерге бұл нәрсені тоже ашып беруге тырысайын енді. Бұл енді конкретный біздің нәпсіміздің өтірік әңгімелері ғой. Оны тыңдайтын болсақ, ешқашан да өспейміз біз. Енді, құрметті жастар, нәпсі дегеніміз білеміз, оның алдында сіздерге нәпсі деген тақырыпты аштық. Нәпсі бұл адамның ішкі құмарлықтары мен эгоистік қалаулары тұрғысынан алғанда адамның әрекет етпеуіне бірнеше себептер бар. Бірінші себеп бұл жалқаулық, бұл нәпсіл амара. Оның алдында сіздерге айттым, ең бірінші нәпс бар, животный нәпс бар. Бұл менде бәрі көп болса, менде менікі болса, мені бәрі мақтаса, мен атым мақталса, мен атым айтылса, бәрі менікі болса, менің үйім, менің күйеуім, менің балам, о, менікі деп тұратын бұл нәпсіңіз сіздің. Сіздің нәпсіңіз. Бұл нәпсі, осы нәпсіде адам талай сынақ көреді, өмірден таяқ жейді, дәл осы нәпсімен өмір сүретін болса, пока бұл нәпсіден шықпағанға дейін адам жүреді кәдімгідей өмірдің ауыр сынақтарын өтіпші. Одан кейін бұл нәпсі адамның жайлық аймағында қалу қалайды. Яғни ол күш салуды, қиындықтарды ұнатпайды. Сондықтан адам өзін ақтап отырады жалқаулықта. Қазір бастаймын дейді. Немесе кейін бастаймын дейді. Маған күш керек дейді, маған демалу керек, ертең бастаймын. Бұл менің қолымнан келмейді деп сылтауратып, просто так істемейді. Телефон шығып жатады бір. Екіншісі бұл ләззатқа ұмтылу. Ол нәпсінің ең жақсы қалауы, бұл нәпсі жеңіл жолды қалайды. Ол уақытша ләззат әкелетін істерді таңдауға бейім болып келеді. Яғни ойын, бос уақыт өткізу, әлеуметтік желілер, күлу. Не нәрсе оған ләззат береді, сол нәрсеге қатты ұмтылады. Бұны біз временный дофамин, қысқа дофамин деп айтамыз. Қысқа дофаминдарға мұқтаж болады. Ләззат алады, қысқа ләззат алады. Тәтті жеу деген сияқты, горилла шоу деген сияқты. Темекі шегу соның ішіне кіреді. Сондықтан адам маңызды әрекеттерді кейінге қалдырып, өзін тез қанағаттандыратын нәрселерге тартылады. Вот ләззатқа ұмтылған кезде адам тез менің нәпсімді қанағаттандыратын нәрсе тартылып отырады да. Үшіншісі бұл қиындықтардан қашу. Нәпсі қиындықтарды жек көреді.
және адамнан қажыр қайратыны жұмсауын қаламайды. Яғни сила волясын жұмсағысы келмейді. Ол адамға айтады: бұл өте қиын, сен бұған дайын емессің, әрекет етпе. Жоқ дейді. Сенің бұған жүйкең шыдамайды, сен одан шаршап қаласың, күшің жетпейді оған деп айтады сізге. Деп бізге сыбырлап отырады. Түбінде бізді әрекетсіздікке итермелеп отырады. Бұл нәпсінің әңгімесі. Егер мен оны тыңдасам, 100% әрекет етпеймін. Одан кейін рухани әлсіздік. Егер адам өз нәпсісін тәрбиелемесе, ол рухани әлсіз болып қалады. Әрекет етуге құлықсыз болады, ешқандай әрекет етпей қояды. Бұл кезде адамның мақсатқа деген құштарлығы жоғалады, жалқаулыққа басым болады. Яғни әлсіз болып жүреді. Егер іште өзінің қажыр қайратын адам өзі тәрбиелемесе, міндетті түрде әлсіз болып жүреді. Бірінші сәтсіздіктен, жылаудан мастер болып жүреді. Жалып отса етіп жүреді. Ондай адамдар ешқашан да өкінішке орай жетістікке жетпейді. Өздеріңізді көріп тұрған шығарсыздар, өздеріңізді білетін де шығарсыздар ондай нәрсені. Просто қарап көріңіздерші, бұл менде бар ма жоқ па? Өз өміріңізде бар ма жоқ па? Одан кейін ерік жігер әлсіздігін айттық. Ерік жігер әлсіздігі деген отдельно бір айтпадым оны. Нәпсі үнемі жеңілдікті іздейтіндіктен адам өз қалауына қарсы шыға алмайды. Яғни өзінің нәпсілік қалаларына қарсы шыға алмайды. Бұл сіздің сила волеңізді әлсіретеді. Мысалы, кейбір адамда порнографическая зависимость бар, да? Немесе біреуде жамандау, ғайбаттау, кінәлау деген зависимость бар. Бұл да нәпсінің зависимость, тәуелділігі. Біреуді кінәласы келеді, біреуді жек көргісі келіп тұрады. На самом деле өзі жан дүниесі өз-өзін жек көріп жатыр. Өз-өзін кінәлап жатыр. Бірақ ол біреуді кінәлайды, біреуге жамандық ойлайды, немесе әртүрлі зависимость болады. Телефон қарайды мысалы. Телефон қарағым келмейді дейді, қарамаймын дейді, бірақ қарап жүреді. Порнография қарамаймын дейді, эротичный нәрселер қарамаймын дейді, бірақ қарап жүреді. Бұл нәпсінің еріп кеткен, нәпсіге беріліп қойған адам, бірақ ол адам жақсы нәрсесі бұл нәпсіден шыға алады да. Кез келген уақытта, кез келген адам бұл нәрседен шыға алады. Егер қаласа болды. Қысқа мерзімді рахатқа алдану. Нәпсі адамды болашақтағы үлкен жетістіктерден гөрі қазіргі сәттің рахатына тартады. Бұл адамның өзін дамытуын орнына уақытша рахат беретін әрекеттерге, ойын артық тамақтану, әлеуметтік желіге тәуелділікпен кетіп қалуды қалыптастырады. Яғни бұл адамдар уақытша сондай рахаттарға мастанып жүретін адамдар. Одан кейін, жетіншісі, құлдық психология. Яғни, егер адам нәпсісіне толық бағынса, егер адам нәпсіге толық беріліп кететін болса, ол өзінің таңдауын еркін сезінбейді. Ол выбор бар екен сезінбейді. Менде как будто выбор жоқ, амал жоқ қой енді, мен сол үшін істеп жатырмын ғой енді. Менде басқа вариант жоқ деп ойлайды. Болды, мен осындай бейшарамын, болды, басқа вариант жоқ деп айтады. Не істемейді, мемлекет қолдамайды, анау қолдамайды, ата-ана қолдамайды, күйеуім қолдамайды, әйелім қолдамайды деп сылтау айтады да, сылтау жақсы айтады бұл кісілер. Өте жақсы айтады сылтау. Бірақ әрекет етпейді да. Бұл құлдық психология деп айтады. Адам өзін лайықты түрде көрмейді. Өз-өзіне айтады: сен ешнеге өзгерте алмайсың бәрібір. Сен адамдарға пайдалы болмайсың, сен кімсің біреуге пайдалы болуға? Бәрібір сенен ешнеге шықпайды. Бәрібір сен осында бейшара болып қаласың деген құлдық психологиясы қалыптасып қалады. Ол адам егер нәпсіге еріп кетіп, еріп жүретін болса. Құрметті жақсылар, яғни түпкі не дейді? Нәпсі деген өзімнен бөлек дене секілді сезініп кеттім. Ол сонда менмен бе, әлде менен бөлек нәрсе ме? Бұл сізбен бірге, бірақ бұл сізді тек қана жамандыққа итермелейтін жағыңыз, сіздің жағыңыз. Это часть ваша, которая жамандыққа итермелейді. Сіздер бірінші сабақты көрмеген боларсыздар, мен сіздерге бірінші сабақ тегін сабақты осы нәрсені түсіндіргем. Это наша часть, нәпсінің наша часть. Бірақ бұл часть жамандыққа итермелейді всегда. Оны Алла Тағала бізге беріп қойған сынақ ретінде. Ол всегда бәрімізде бар, абсолютно бәрімізде бар. Менің негізгі өзім жан дүнием бар да, бұл ар-ожданым, пейілім, инстинкт наш. Бұл адамды бақытты өмір сүргенді қалайды. Таза болып, рахаттанып, тыныштықты қалайды. Вот сіз тыныштықты қалап тұрсаңыз, бақытты, байқуатты болып қалап тұрсаңыз, дәл қазір. Осы қалаларыңыз бар ма осы жерде отырғандарыңыз? Бар, 100% бар деп ойлаймын. Неге? Өйткені сіздің жан дүниеңіз соны қалайды.
жан дүниеңіз қалайды, бірақ нәпсіңіз оны қаламайды. Нәпсіге бұл тиімді емес сіздің бай болып кеткені. Иә. Так, енді ары қарай түпкі себеп, яғни ішкі адамның әрекет етпеуіне түпкі себеп ішкі шектеулер мен нәпсінің басқаруы. Яғни адам психологиясы, қорқыныш, лайықты көре алмау, дінді дұрыс түсінбегендіктен, дінді өз нәпсісімен қарайды. Иә, тағдырды өз нәпсісімен қарайды. Одан кейін нәпсіге еріп кетеді, яғни жеңілдің астымен жүргісі келеді, бәрі легкий дофаминдармен өмір сүргісі келеді, уақытын босқа өткізіп қайғырып жүргісі келеді. Осының нәтижесін бару әрекетсіздікке алып келеді. Енді адам өз-өзін шектейді. Қорқыныш психологияда, діни түсініктерім болса қате сенім болады, нәпсі болса нәпсінің жетегіне еріп, стресс пен кішкентай рахаттарға еріп отырады адам. Сол себептен адам әрекетсіз болады да. Енді қалай әрекетке көшуге болады? Психология тұрғысынан ішкі қорқыныштарды жеңу, өзіне сенім орнату, кішігірім қадамдардан жасау. Яғни кішкентай әрекеттерден бастау керек. Нәпсі айтады, сразу үлкен дейді. Мен бәрін қалаймын. Сразу үлкен деп айтады. Үлкейте береді да ол. Бірақ осы нәрсенің арнайы шығатын техникалары бар да. Бұйырса оны жабық клубтарда айтамын. Бұл кәдімгідей нәпсіні біз тоқтатуымыз керек. Нәпсіміздің әңгімесін тоқтатуымыз керек. Кәдімгідей тоқтату керек та оны. Тоқтатпасаңыз ол сізді алдай береді. Нәтижесінде дым істемей отыра бересіз просто. Тупо самобичевание айналысасыз. Жұмысқа барасыз, келесіз, армандаған өмірін сұрамайсыз да. Точно сіз қалаған өзіңіз нақты қалып тұрған өмірін сұрамайсыз. Екіншісі, дін тұрғысынан дінді дұрыс түсіну керек. Еңбек ету, әрекетке ұмтылу керек та. Дінді дұрыс түсінген адам керісінше, мысалы, ғалымдарға қарағанша, пайғамбар саллаллаху алейхи қарағанша, тоқтаусыз әрекет еткен ғой олар. Тоқтаусыз әрекет еткен. Оларды тоқтату невозможно болған. А біз неге жатырмыз, телефон шығып, кино қарап, рилстар қарап, бірақ айтамыз, енді Алланың тағдыры болса не істеймін енді деп. Что-то не то, мне кажется, да? Что-то мы что-то неправильно поняли, кажется. Одан кейін нәпсі тұрғысынан ерік жігерді күшейту керек адам. Иә, күшейту керек, жалқаулықпен уақытша рахатқа қарсы тұру керек. Яғни қысқа дофаминдарға қарсы тұру керек. Телефон қарауға, жаңағы біреуді осуждать етуге, біреуді жамандауға, кінәлауға, тәттілерді жеуге, отырып алып өсектеуге, бұл бәрі қысқа дофаминдар да. Отырып алып біреуді жамандаған кезде рахаттанып қаласыз, уф деп, мен жақсы адам екенмін ғой деп. Бұл сіздің нәпсіңіз рахаттанып жатыр. Бірақ сіз өмірден жеңіліп жатсыз да. Өйткені нәпсіге беріліп жатсыз. Кез келген нәпсіге берілген адам өмірден жеңіледі. Енді ары қарай не істеу керек? Адам өмірге деген көзқарасты өзгерту керек. Қазір мен сіздерге бір сұрақ қойшы, осының барлығы бағанағы психологиялық тұрғыдан айтқан нәрселер, діни тұрғыдан айтқан нәрселер және нәпсілік тұрғыдан айтқан нәрселер сіздің өмірлеріңізде бар ма осы? Чатқа жазып қойыңыздаршы маған. Дәл қазір отырып чатқа жазып қойыңыздаршы. Сіздер қазір нәпсіге еріп жүрсіздер ма? Мысалы, дінді дұрыс түсінбеген боларсыздар бәлкім. Шынайы мойындаңыздаршы. Нәпсі қашан өзгереді? Мойындаған кезде. Кім смелый, дәл қазір прям мойындаңыздаршы, менде бар деп. Менде мына нәрсе бар деп. Кім қайғырып отырады, телефон шықып отырады, дым істемей. Либо өтірік, реально өтірік анау, бір деловой, бір адам болып жүреді, көп нәрсе істеп жүрген сияқты, бірақ реально істеу уақытында көп босқа өткізеді, қайғыруға өткізеді, телефонға өткізеді. Бар нәрселер ғой өмірде дейді. Бар екен дейді. Бәрінде бар емес. Қараңыздар, бұл нәрселерін өтіп кеткен адамдар бар да. Бұл осы нәрселерін өтіп кеткен адамдар бар. Әдетте бұл адамдар өте бай адам болады. Өте бақытты болады. Бірақ оны айтпайды көп адамдарға ше. Осындай секреттерді, шынайы нелерді көп адамға айтпайды, өйткені көп адам түсінбейді. Қарапайым халық ойлайды, бұл естественно нәрсе ғой дейді. Бұл өмір болған соң сонда ғой деп ойлайды да. Қарапайым халық сөйтіп ойлайды. Бірақ қарапайым халық сөйтіп ойланғаннан бұл жоқ деген сөз емес та.
Ондай адамдар реально бар. Вот мен лично өзім көргем, кәдімгідей осындай, мен мысалы психолог болып тұрып, сол кісіні сөйлескен кезде, сол кісілермен контактироваться еткен кезде, мысалы обучение бар да, менде миллионер бар келеді, мысалы обучение жасаған кезде, в реальности осындай адамдар бар, который өзгерген, нәпсісін тежеген. Орда мүмкіндік бар, ақшалары бар, барып кола ішуге, мысалы да, барып отырып алып зиян тамақтарды ішуге, бірақ ішпейді олар, ақшасы бар, бірақ барып мысалы стрессқа берілуге, қыздарға баруға деген сияқты, мысалы да, сондай адамдар бар, ақшалар жетеді, бірақ бармайды, айтады жоқ дейді, бұл менің нәпсіме қарсы дейді. Ол барады да барып темекі шеге алады, кальян шеге алады, бірақ жоқ дейді, отказ береді оған да. Телефон шығып отыра алады, телефон шықмайды почему-то, бірақ біреу нөміріне қарап, рилстарды қарап, киноларды қарап отыра алады, бірақ қарамайды почему-то олар. Неге? Өйткені өзінің нәпсілерін өзін тежеген адамдар, өзін өзгерткен адамдар да. Сол себептен олар бар. Жақсы, хорошо. Енді ары қарай давайте жалғастырайық. Енді өмірге көзқарасты өзгерту керек. Кез келген адам біз өмірге көзқарасты өзгерту керек. Мен сіздерге қазір мына жерде практикалық сұрақтарды қойғым келіп жатыр, оған қоса. Мысалы, қазіргі көзқарасыңыз сізді осы нәтижеге әкелді. Абсолютно қазір қандай нәтиже бар сіздің өміріңізде, бұл сіздің көзқарасыңыздың нәтижесі. Өмірді қалай танып жатсыз, барлықтарыңыз бірдей танып жатқан жоқпыз. Алдында сабақта сіздерге түсіндірдім ғой. Мысалы, маньяк әлемді жесток ретінде қабылдайды, психопат жесток ретінде қабылдайды. Бірақ біз бір әлемде өмір сүреміз. Бір адам бар, мысалы, бақытты болып жүрген адам әлемді керемет қабылдайды да. Бақытсыз болып жүрген адамды тяжелый ретінде қабылдайды, ауыр ретінде қабылдайды. Әрекет етіп жүрген адам әлемді мүмкіндік ретінде қарайды. Әрекетсіз болып жүрген адам әлемді әділетсіз, аямайтын жесток ретінде қабылдайды. Бірақ бәріміз бір әлемде өмір сүріп жатырмыз. Ойланып көріңіз, дәл қазір барлықтарымыз бір жерде өмір сүріп жатырмыз. Дәл қазір планетада барлықтарымыз бір нәрсе істеп жатырмыз. Біреу ұйықтап жатыр, біреу қозғалып жатыр, Путин бір нәрсе істеп жатыр қазір, Дональд Трамп бір нәрсе істеп жатыр, Илон Маск отыр, шай ішіп отыр ма, білмейміз да, мысалы. Дәл қазір отыр. Біреу рахаттанып өмір сүріп жатыр, бірақ біреу қиналып жатыр. Біреу қазір қарны тоқ, біреу қарны аш болып жатыр. Біреу қазір өз арманына жетіп жатыр, керемет өмір сүріп жатыр, керемет мақсаттарына жетіп жатыр. Біреу қазір керісінше бүкіл дүниесін айырып қалып жатыр. Біреу қазір рахаттанып, отбасы құрып жатыр, біреу керісінше ажырасып жатыр. Яғни дәл қазір осының бәрі процестер болып жатыр да. Реальностьте дәл қазір сәтте болып жатыр барлығы. Тоқтата аламыз ба? Тоқтата алмаймыз. Бірақ біз кішкентай миымызбен тек қана менің әлемім бар деп ойлаймыз да. Қасына көріп жүрген әйелін, күйеуін, балан, ата енем деген сияқты, жерін, үйін деген сияқты. Бұл көрдіңіз мышление, кен мышление мен тар мышление разницасы. Сол үшін бірінші очередь адам өз көзқарасын өзгерту керек. Сізге әрекет етуге көмектесетін жаңа көзқарасты қалыптастыру қажет. Мысалы, мені бақытты ететін көзқарасты таңдау керек та. Нәпсінің өтірік қайғысынан әшкерелеу керек. Яғни разоблачение жасау керек нәпсіге. Әке шешені қабылдау керек. Осы жерде маңызды нәрсе әке шешені қабылдау және оларға ризашылық білдіру керек та. Принятие родителей болу керек обязательно. Пока адам принятие родителей болмаса, биологиялық, генетикалық тұрғыда оған дамуға мүмкін емес болып қалады да. Әрекет ету бәрі қиын болады оған. Мырзасында бүкіл нәпсіден деп, бірақ өмірдегі қиындықты сынақ ретінде Алла жіберуі мүмкін. Әрине, Алла тағала жалпы сынақ деген нәрсені біз қалай түсінеміз, тек қана қиындық деп ойлаймыз да. Ол тек қана қарапайым, простой адамдар солай түсінеді көбінесе. Қиын нәрсені сынақ деп ойлайды, жақсы нәрсені сынақ емес деп ойлайды да. Ол емес. Өмірдің өзі сынақ та, өмірдің өзі сынақ. Таңертең тұрдың, сен уже сынақтасың, ұйықтап жатсың, сен сынақтасың. Ақшаң бар, сен сынақтасың, жоқ, сен сынақтасың. Ол бесконечный сынақта. Біздің просто қате түсінігіміз, что вот мен қиналған кезінде, вот мені қалағаным, нәпсі қалағаным болмаған кезде, значит, мен Алла тағала сынап жатыр. Мен қалағаным орындалса, значит, мен сынақтан өттім. Все, жоқ, ол емес. Постоянно сынақтамыз біз. Абсолютно, Сол үшін түсіну керек, бұл сынақ. Ал жамандық қана сынақ емес та, бүкіл жақсылық та сынақ, жамандық та сынақ. Ал өмірдегі қиындық, ол біздің
нәпсімізбен жасаған қателіктердің кесірі. Неге? Өйткені осыған қатысты аяттар бар ғой Құранда. Иә? Барлық жақсылық Алладан, ал жамандық өздерінен дейді. Жамандық өздерінің қол екі жасаған күнәларынан дейді. Бұл деген сөз мен жаманмын, мен бір нәрсе деген сөз емес. Просто бізге сол жамандық жасауды тоқтату керек та, тоқтату керек. Өзіміздің нәпсімізден. Есібай. Мысалы, жертва халіне шығу керек. Жертва халі деген не? Бишара халі қандай? О, мен аямайды ешкім, мені біреу аяса екен, мені біреу қолдаса екен. Енді мен қинап жатырмын. Мен қалай қинап жатырмын, білесің ба? Мен қандай қиындықтардан өттім, білесің ба? Сендер мені түсінбейсіңдер, мен қандай қиындықтардан өткенімді. Дейді, бұл жертва состояниемен өмір сүретін адам. Бірақ сол қиындықтарды таңдап жатқан, сол қиындықтарды өзі шығарып жатқан, өзі білмейді, өкінішке орай, өзі түсінбейді. Соны түсінсе екен шіркін, сол нәрсені өзгерте алатын еді да, сол нәрседен шыға алатын еді. Бірақ әрине бұл мен қолымда нәрсе емес, мен оны білем қалай шығу керектігін. Бірақ ол әр адам жеке таңдауда жертва болып болмау. Енді мынандай сіздерге сұрақ қойын. Вторичный выгодалардың арылу керек, яғни вторичный выгода деген нәрсе бар, сізге бақытсыз болуға выгодны. Мысалы, кез келген сұрақ қойын. Не үшін сізге бір сұрақ қойын? Сізге бақытсыз болу, табыссыз болу, бақытсыз болу, әрекетсіз болу деген тақырыпты ашайыншы осы. Сізге әрекетсіз болу тиімді да? Тиімді, сол үшін соны істеп жатсыз. Тиімді болмаса, сіз әрекет ететін едіңіз да? Енді сұрақ сізге. Не үшін сізге әрекетсіз болу тиімді? Қалай ойлайсыздар? Прям бірінші қандай ой келді, соны барлығын чатқа жазыңыздаршы. Не үшін сізге әрекет ету, әрекетсізде болу тиімді? Одан кейін біз мида шектеулерден арылуымыз керек. Қазіргі шақпен өмір сүру, сенімді әрекет ету. Мен бір нәрсені бастасам, сенімді түрде бастауым керек. Еркін және жеңіл сөйлеу. Одан кейін мынандай бір қызық нәрселерді айтайын. Адам өзінің өмірінде кез келген жағдай адамды өзгерту үшін келеді, оның алдында сабақта айттым да, тәрбиелеу үшін келеді. Мен өзгеруім керек, сол кезде бірақ өседі адам. Мен өзгермесем, өспейді адам ше. Режим, әртүрлі режим бар. Мен өмірімді бақылап, контролировать еткім келеді, әйелімді, бала-шағамды, күйеуімді. Бірақ осы мен контролім, на самом деле, бұл барлығын құртады да. Сосын режим контролядан режим наблюдениеға өту керек. Ол үшін мен сізге мынандай сұрақ қойын. Сіздің өміріңіз, мына сұрақ қойып көріңізші өздеріңізге. Чатқа жауап беріңіздерші. Менің өмірім маған қызық па? Вот менің өмірім маған қызық па? Менің өмірім маған қызық па? Сұрақ қойыңыздаршы. Мен өз-өзіме қызығам ба? Менің армандарым, ойларым, менің мақсаттарым маған қызық па? Мен әлеммен қарым-қатынастарым, бұл қандай өмірден келді? Ұлты қандай? Неге қазақ болып келді? Неге ол осында күйеуімен үйленді? Осында бала-шаға неге оған берді? Неге осындай қызығушылықтарды берді? Неге осындай қабілеттерді берді маған? Не істеймін ол қабілеттермен? Қандай пайда келтіре аламын, қандай пайда келтіре алмаймын? Не істеп жатырмын жалпы мен қазір? Маған қызық па мен өмірім, қызық емес па? Осы сұраққа жауап беріңізші. Мен ойымша ештеңе жоқ, қызық емес деді. Мен өмірім өзіме қызық емес деді. Мен армандауды білмеймін деді. Жартылай қызық деді. Сіз айтқандай сұрақтар қойып көрмеппін өзіме деді. Иә, ондай сұрақтарды ауан қауыммен шыққан сұрақтар ғой. Тәжірибеден шыққан сұрақтар. Қаншама 10 мың шақты адаммен жұмыс жасадым. Сол жерде қаншама тағдырлармен таныстым. Сол себептен мен адамдар өз өмірінде қызықпайды да. Өзіңізге сіз қызықпасаңыз, кім қызығады айтыңызшы? Сізді кім керек етеді, өз-өзіңізді керек етпесеңіз? Сіз өзіңізді керек ете алмай жатсыз, қызықпайсыз да өз өміріңізге. Бірақ басқа біреудің өміріне қарайсыз. Басқа өміріне қараймыз да. Мен өзіме қызықпасам, кому я нужен? Айтыңызшы, кому я интересен? Моя жизнь — это целая история, да? Әр қайсыларыңыздың өмірлерін жазса, уникальный бір кітап жазуға болады да. Әр қайсыларыңыздың өмірлеріңізді. Уникальный. Өте ерекше керемет жансыздар да, қазір әр қайсыларыңыз.
әрқайсыңыз бақытты, табысты боласыздар да. Бұл өмірде де, ақиретте де. Қызық та сонымен. Қызық қой бақытты болу. Қызық қой бай болу. Қызық көрдіңіздер ма? Осындай көзқараспен қарап көрдіңіздер ма? Көрдіңіз ба? Оғанда қайтады. Ол кейде сұрақ келеді, осы өмірге не үшін келдік, осы өмірде қызық көрмей, осы қиналып өтіп кетеміз ба деп. Көрдіңіз ба? Сіздің өміріңіздегі дұрыс емес қалыптасқан, өмірге дейін дұрыс емес қалыптасқан көзқарастың нәтижесі ғой. Сіз изначально кішкентай кезінен бастап, біз енді совет үкіметінде қиын тағдырларды көрдік қой. Содан шет жағасын көріп қалдық қой біз. Сол себепті өмір бізге қиын, ауыр сияқты көрінеді да. Бірақ қызық жері сол көзқарасты өзгерте аламыз біз. Тағы да бір қызық жері, сол көзқарасы өзгереді ғой адамнан, өмірі өзгере бастайды ғой. Сол қалай көзқарасы өзгереді, солай өмірі өзгере бастайды. Өмір өте қызық, мен құсап құлағанда түсінеді екенсіз. Көрдіңіз ба? Не үшін сіз айтып жатсыз? Мен құсап құлағанда. Иә? Құлағаны ғана қызық та сізге, тұрғаны қызық болып тұр ма сізге? Сіз сияқты тұрып көтерілгені қызық па? Жақсы. Жақсы бар. Рахмет. Енді біз табысты болғанда, бақытты боламыз дейміз. Біз ойлаймыз, ақша болса мен бақытты боламын, әйелім өзгерсе мен бақытты боламын, күйеуім өзгерсе мен бақытты боламын, күйеуім мені қадірлесе, бағаласа бақытты боламын, ата-анам мені қолдаса бақытты боламын, басқа біреу мені қозғаса бақытты боламын, мені әйелім қолдаса, мен көп еркектердің ойлайтын осы да, мені әйелім қолдаса, әйелім благодарный болса, конечно, мен бақытты болатын едім деді. Мен ашытпаса деді, мен бақытты, табысты болатын едім деді. Бұл өкінішке орай емес, өтірік нәпсінің әңгімесі бұл. Сол недовольных әйел қыдырып тұрған өзіңіз ғой. Енді шындық айтқан кезде. Немесе неблагодарный әйел адамды айтады, күйеуім жаман оңбаған, ол маған бағаламаса, внимание аудармайды, көмектеспейді маған, қарамайды маған. Сол үшін маған қараса, мені қолдаса, мен бақытты болар едім деп айтады. Жоқ, оған байланысты емес. Сіздің бақытты болу сезім мына жерде болады, мына жерде болады ол сезім. Күйеуіңіз вообще басқа жерде. Сіздің бақытты болу сезім мына жерде. Сіздің бақытты болу сезім сіздің күйеуіңіз ішінде емес қой. Бұл сіздің ішіңізде. Сіздің ішіңізде. Ол тәуелсіз болу керек та. Ол менің бақытым менің әйелімде емес, менің баламда емес, ақшада емес ол. Наоборот, мен бақытты болғанда менің әйелім бақытты болады. Мен бақытты болғанда сіз бақытты болғанда сіздің күйеуіңіз бақытты болады. Сіз бақытты болғанда сіздің ата-анаңыз бақытты болады. Сұрап көрсеңіздер болады. Әйеліңізден барып сұраңызшы. Ой, жан-жарым ау, мен бақытты болсам, сен бақытты боласың ба осы деп. Әйеліңізден сұраңызшы бар. Күйеуіңізден сұраңызшы. Мен жарқырап күлімдеп жүретін болсам, бақытты болсам, сен бақытты боласың ба? Балаңыздан сұраңызшы, ата-анаңыздан сұраңызшы. Бәрі дейді, әрине, сен бақытты болсың, бәріміз бақытты боламыз дейді. Сол үшін адам бақытты болған кезде мидағы мүмкіндіктер ашылады ғой кәдімгідей. Өмірге деген көзқарастары бәрі өзгереді ғой. Бірақ бір жаман жері, сразу адам бақытты болмайды екен да. Оған уақыт керек. Өйткені осы күнге дейін, мысалы, әрқайсыларыңыз өз жастарыңыз айтыңыздаршы, сіздер нешедесіздер? Кім қаншада? Жастарыңыз жас қойыңыздаршы. Чатқа жас қойыңыздаршы. 30-дамын деп. 30 жасқа дейін, 40-та 30 жасқа дейін сіздің өмірге деген көзқарастарыңыз қалыптасып қойған да, қалыптасып қойған. Бұл бақытсыздық көзқарас қалыптасуы мүмкін да. Мысалы, 80% бақытсыздық, 20% бақыт. Ето бақытты мен қалаған, нәпсім қалауыма ұнаған нәрселерді ғана орындаған кезде мен бақытты боламын. Астана уақытта мен бақытсыз боламын. Бұл 80%-ді бір күнде өзгерту мүмкін ба? 40 жыл бойы сіз басыңызда соны кіргізіп келдіңіз да, ұстап келдіңіз. Мүмкін емес. Мүмкін емес бір күнде өзгеру. Бірақ адам өзгере алады да. Өзгере алады. Өзгерте алады. Оған сәл еңбек ету керек. Как минимум бір ай, самый лучший бұл 90 күн екен да. 90 күнде адамда өмірге көзқарасы, адамға деген несі, жаңағы
бақытты болу независимо ештеңкеге тәуелсіз болу, бақытты болу 90 ішінде қалыптасады екен, бекітіледі. Бірінші 30 күнде адам үйренеді, қалған 60 күнде бекітіледі, ол бекітілу процесі болады. Түсіндіріп алдым ба? Жақсы, ары қарай. Енді мен сіздерде бізбен бірге әрекет етуге шақырамын, жақсылар. Біз қабілеттер мен барлық осы техникаларды жеңімпаз клубында үйретеміз. Бұл клубта, бұл кәдімгідей өте қолжетімді баға, біріншіден. Екіншіден, тұрақты түрде дамитын, тұрақты түрде осы нәпсісін, көзқарасын өзгертетін орта. Әрекет ететін, кез келген адамды әрекет етуге үйретеміз сол жерде. Ішкі шектеулермен нәпсінді жеңуді үйретеміз. Бірге жеңеміз, бірге меңгереміз, поддержка боламыз бірімізге. Әр адамның нәпсісін анықтаймыз. Жеңімпаз клубында біз нәпсіні басқаруды үйренеміз. Эгоны өзгертеміз, яғни өмірге көзқарасты өзгертеміз. Энергияны көтеру, ми арқылы, просто ешқандай себепсіз, ешқандай қолдаусыз ми арқылы біз энергияны көтере аламыз. Эмоция мен сезімдерді түсініп, оны басқаруды үйретеміз. Адам эмоциясын түсінуді үйренсе, оны еще басқаруды үйренсе, болды өмірінің соңына дейін бақытты болып өмір сүре алады. Сіз бақытты болып өмір сүрген кезде, Құран аятына иман еткен боласыз да, қандай аятына? Шүкір етіңдер, арттырамын дейді Алла Тағала. Мен бақытты болған кезде, значит, мен шүкір етемін де постоянно. Мен постоянно шүкір етсем, постоянно арттырады Алла Тағала. Үздіксіз арта береді Алла Тағала. Түсіндіріп алдың ба? Енді мақсатына сай сенімді әрекет етуді үйретеміз. Ана мидағы каша бар ғой, не істеймін, қашан бастаймын, ертең арғы күні не істеймін, деген нәрсенің бәрін алып тастаймыз. Өтірік, выдуманный хаосты мидан алып тастаймыз. Это выдуманный хаос, чтобы не жить. Ата-ананы қабылдауды үйретеміз сол жерде. Полный техникаларды, проработка, техника, әр сайын техникаларды беремін, прорабатывать етуді үйретеміз. Одан кейін отбасы қарым-қатынасын жақсарту, қаржыны реттеу және қарыздан шығу состояниясын үйретеміз. Мидағы шектеулерді кетіру, тәубе техникасы арқылы мәселені шешу. Яғни арнайы техника бар, тәубе техникасы арқылы сол қолдану арқылы, применять етқыл, күнделікті тәубе техникасы қолдану арқылы біз мәселені шешуді үйретеміз. Одан кейін, жеңімпаз клубында сіз жертва халінен шығасыз 100%. Айнышты болды шығасыз. Кінәлау, жамандау, ренжу, қайғыру, әрекетсіз отыру, мақсатсыз өмір сүруден шығасыз. Жеңімпаз халімен өмір сүруді үйренесіз. Победительмен өмірмен өмір сүресіз. Ақшаңыз бар ма, жоқ па, состояниеңіз бар ма, жоқ па, разница жоқ, қарамайды. Кез келген адам бірінші жеңімпаз болуды үйренетін болса, түбінде бұл жеңімпаз болады. Әрдайым ризашылықпен, халмен өмір сүреді. Мақсатына сай сенімді әрекет етеді. Ауадан басқа ешкімге мұқтаж болмайды бұл адам. Бақытты және табысты адам өмір сүреді. Бірінші очередь мен ауадан басқа ешкім мұқтаж болмау керекпін да. Содан кейін маған адам өміріне ақша керек. Енді бұл нәрселер, осы қабілеттерім, техниканың барын біз жеңімпаз клубында үйретеміз. Енді жеңімпаз клубында мынандай күнделікті тапсырмалар бар. Біз минимумнан бастаймыз. ОПМ деген программа бар. Кітап оқу 1 минуттан бастаймыз. Алған есімін бір есім қарап жаттап танысып отырамыз. КПД деген нәрсе бар, коэффициент полезного действия. Яғни мен өзіме тиімділігін алып шығамын. Күнделікті өміріме қызығушылығымды арттырамын, өзім өміріме деген интересті туындаймын, одан кейін КПД-ма қарап отырамын бастаймын. Тәубе ету, көзқарасты өзгертеміз. Тәубе ету арқылы зікір, таңға тұру, жазу, нәпсімен сөйлесу, келісу, спортпен жасау. Барлықтан 1 минуттан бастап түбінде біз 10-15 минут, жарты сағатқа жетіп отырамыз. Яғни тұрақты түрде даму процесін үйренеміз. Так, бұл енді апта сайын біз сабақ өтеміз. Бірінші теоретически, теорияны жақсылап түсіндіремін, осы майын ағасып түрді түсіндіремін. Одан кейін екіншісі практикалық сабақ болады. Кәдімгі практикалық сабақтар беремін, тапсырмаларды беремін, сабақтың үстіне отырамыз, проработка жасаймыз, групповой терапияларды жасаймыз. Осылай отырып терапия жасаймыз, құлаққа наушник саласыз, мен дауысым қосып қоясыз да, сол жерде отырып терапия жасаймыз. Ата-ананы қабылдау, ішкі қорқыныштарды кетіру, мидағы программаларды кетіру. 3 ай өтетін болады бұл клуб. 3 ай бойы жұмыс жасаймыз, тұрақты 90 күн бойы. Аптасына 2 рет сабақ болады, теория және практика сабақтары болады. Одан кейін
Zoom арқылы өтеді бұл сабақтар. Топтық терапиялар өтіледі, иә. Техникамен керекті білімдер беріледі, кері байланыс болады, обязательно сұрақтарға жауап өткізіледі, әр сабақ сақталатын болады, топтық тапсырмалар беріледі. Топтық тапсырмалар берілетін болады. Мен қатып жатырмын ба? Енді жеңімпаз клубында негізгі топ WhatsApp желісінде болады. Яғни күнделікті біз WhatsApp желісінде боламыз. Қосымша Телеграмда 2 топ ашылады. Бірінші сақтауы сабақтар мен техникалар постоянно Телеграмда тұрады, сақтауы тұрады. Кез келген уақытта қарай алатын боласыз. Одан кейін екінші бұл есеп пен сұрақ жауап. Бір канал Телеграмда канал ашық тұрады. Любой уақытта сұрақ қоясыз, есептер жеріп отырамыз. Мысалы күнделікті қанша амал жасадық, сол есебін жеріп отырамыз. Иә. Бұйырса сіздерге енді күшті техникалармен бөлісемін, Алла қаласа. Сол неде жеңімпаз клубында. Ары қарай жеңімпаз клубынан кейін, яғни бір айдан кейін немесе 3 айдан кейін сізді бақытты ететін көзқарастардан сізді бақытты ететін көзқарастар қалыптастырасыз. Сіз өзіңіз қалыптастырасыз, мен сізге соны үйретемін. Эмоция мен сезімдерді басқаруды үйренесіз. Өзіңіздің ішкі состояниеңізді. Так, менікі кішкене үзіліп қалды. Қазір давайте жалғастырамыз. Қараңыздар, енді жеңімпаз клубында біз ең басты нәпсіге берілмей, нәпсіні контроль жасауды үйренесіз. Страсть, құмарлық, жаман әдеттер, біреуді жамандау, кінәлау деген нәрсеге берілмейсіз уже. Иә, бақытты және ризашылық халмен өмір сүруді үйренесіз. Өз өміріңіз қызық болып, армандаған өміріңізді сүре бастайсыз. Қазіргі ресурстарға қарап, уже бастап кетесіз да. Мидағы шектеулерден арылып, өзіңізге бай және бақытты болуға рұқсат етесіз. Жан дүниеңізде. Ақылыңыздан емес, прям жан дүниеңізбен рұқсат ету процесі болады. Жан жарыңызға көзқарас өзгеріп, бақытты қарым-қатынас құрасыз. Нәпсі тәуелділіктерден құтылып, тек қана Аллаға тәуелді боласыз. Орта, достар, бала, енемен қарым-қатынасты құра білесіз. Көркем түрде спокойно конфликт пен манипуляциялардан шығуды үйренесіз. Бұл жеңімпаз клубынан кейін кез келген агрессор, кез келген адаммен сөйлесуді үйренеміз. Өйткені біз арнайы конфликтология, келіссөздер деген тақырыпты өтеміз. Қалай конфликттен шығу керек, қалай конфликтпен сөйлесу керек, буллинг, критика, төмендету, униженияларды қалай қабылдау керек деген сабақты өтеміз, практикалық сабақ өтеміз. Енді қараңыздар, жақсылар, бұл бағасын көрсетіп қойдым ғой. Қараңыздар, жеңімпаз клуб негізгі бағасы бұл негізгі бағасы 20 мың, бір айға тіркелу, 2 айға тіркелу 40 мың, 3 айға тіркелу 60 мың. Бірақ мен сізге уже арнайы бағасын көрсетіп қойдым. Осы эфирде қатысқан адамдарға мен арнайы бағаны жасап қойдым. Өйткені Рамазан айы ғой қазір. Рамазан айында көп адамға көмектеспесек болмайды. Бұл клуб енді көп адамға арнауға ниеттеніп жатырмыз. Көп адамға пайдалымыз тигізіміз келіп жатыр. Сол себептен мен өз басындағы білімдерімді осы 3 ай ішінде көпшілік адамға бергім келіп жатыр. Бірақ бұны қолжетімді еткім келіп жатыр. Өте қолжетімді бағада бергім келіп жатыр. Иә. Бұл енді мен ойлаймын 10 мың теңге деген мынандай білімге тұрақты түрде дамитын топ бар, тұрақты түрде дамитын білім бар. Постоянно апта сайын 2 сабақ өтеміз, постоянно сұрақ жауап,
пошаговый инструкцияларын өтіп отырамыз. Енді оған тіркелу үшін қазір прям отырып алып, Айзат ханымға, менің көмекшіме төлем жасап қойыңыздар, және маған жеке WhatsApp-ма осы рекламадан келген немесе группада жазған WhatsApp-қа жіберіп қойыңыздар, Бүгін тіркейміз, ала жасап 1 сәуірде бастаймыз. Бұл жеңілдіктер осы қысқа уақытта беріледі, Бұл қысқа уақытта берген жеңілдіктерді сіздер пайдаланып, бұйырса, ай сайын 10 мың салып отыруға да болады, Ай сайын бір айға тіркелу 10 мың, ай сайын 10 мың салып отырсаңыздар да болады. Ол жақтан проблема жоқ. Ай сайын мен сол үшін қолжетімді қылдырғым келіп жатыр да, сіздерге мүмкіндік. Неге мен оны тегін бермеймін? Өйткені мен қаншама энергия беремін да. Бұл мен еңбегім ғой, былай айтқан кезде. Еңбегім да. Еңбегін ақысы, өйткені мен апта сайын отырам, қанша адамға сұрақ жауап беремін, тіркеген көмекшілерім бар. Ол жерге мен бірнеше адамды вовлекать етемін. Өйткені мүмкін емес, ондай адамдарға прям жауап беріп отырып, жалғыз отырып, Әрдайым сабақтары сұрап отырамын, дайындаймын, сіздердің сұрақтарыңызға проработка терапия жасаймын. И он всего лишь это 10 мың теңгеге ғана. Бір айға 10 мың теңге да. Енді білмеймін, кім мен сияқты істеп жатқанын, өзінше өзім маңыздығын көтерейін ба. Жақсы, құрметті жақсылар, бүгінгі сабақ пайдалы болды ма сіздерге? Жалпы осындай нәрсені таныстырғым келді. Біріншіден сіздердің өмірлеріңізге өзгертуге үлес қосқым келіп жатыр. Екіншіден сіздерді осы клубқа да шақырғым келіп жатыр. Ертең айтпады деп айтпаңыздар. 3 айдан кейін, 1 айдан кейін, қатысу керек еді, бүйту керек еді, сөйту керек, мүмкіндікті пайдаланып қалу керек еді. Осы арзан болып жатқан кезде, мысалы, енді 10 мың теңге болып жатқан кезде кіріп кету керек еді деген нәрсені айтпаңыздар. Өйткені бұл әр клуб сайын, 2-3 клубтарды ашқан кезде бағасы көтерілуі мүмкін да, Алла қаласа. Ай сайын 10 мың теңге салып отырсаңыз, қандай сұрақтарыңыз бар? Жалпы бүгінгі сабаққа қатысты қандай сұрақтарыңыз бар? Соны талқылайық. Сонымен эфирімізді аяқтайық. Құрметті жақсылар, қандай сұрақтарыңыз бар? Бүгін нәпсі себепті, дін себепті, және психология себепті адам неге әрекет ете алмайтынын түсіндіре алдым ба сіздерге? Осы миссиямды бүгін орындай алдым ба? Ең бастысы. Өте қуаныштымын. Альхамдулилля, Аллаға шүкір. Жақсы, өте қуаныштымын. Рахмет сіздерге, эфирге қатысқандарыңызға ризамын. Әр қазағым, елім, жерім осы бақытты болғысы келген адамдарды жинағым келіп жатыр да. Реально бақытты болып, реально өзгергісі келетін, еще қолжетімді бағада алып, дамығысы келетін адамдарды мен шақырамын. Бұйырса, сіз бақытты ете аласыз, миыңыздағы өтірік иллюзиядағы қорқыныштарды кетірсеңіз, сіз бақытты боласыз, табысты боласыз, егерде исламды дұрыс түсінсеңіз. Бақытты болыңыздар.